Ассалаумағалейкум халқым. Ауылкаев тікелей эфирге қош келдіңіздер. Тіркеліп комментарий жаза кетіңіздер. Ал ендеше 90 ауыз сөздің түйіні өз пікірімізді айтайық. Өнерді қуылаған елдің қоры емес. Сәкен Майғазиев Кенжебектің шашынан тартқан адамға қатысты пікірі білдірді. Отанның әнші Музарт тобындағы мүшесі Сәкен Майғазиевтің тойында Кенжебектің шашынан жармасқан ер адамның әрекеті барынша ақтап алуға тырысты деп хабарлайды. Кенжебектің бұйра шашынан тіпті Мейрамбек Мақсат үшеумізде тарта алмас едік. Керек болса, адамдар басынып барады. Ананы орнына қою керек. Жай ішіп алған шығар. Неге сонша итеріп жіберді? Жә, сабыр етіңдер, сабыр түбі сары алтын демекші. Ол жігіт тойға келіп, тойып ішіп алған шығар. Көңілдес тауып алған шығар. Мүмкін Кенжебектің шашынан өздігінен емес-ау. Тексергісі келген шығар. Жай ойнап келген екен. Біреумен бәсекелеске шығар. Мүмкін Кенжебек разылығын осылай білдіргісі келген шығар. Барынша ақтап алуға тырыстым дейді Сәкен. Десе де әнші өнердегі әріптесі шақтап оны қайтарған жауабын орынды деп санайды. Дана қазақ ер бекіспейді дейді әлгі бауырымыз. Қасиетті Рамазан айында Кенжебектің ауызашарға шақырып, арадағы қыл етпестей дос болып, әулетімізбен туыстай араласып кеткеніне күмәнім жоқ. Ер жігіттің басынан не өтпей, не кетпейді. Бұндай оқиғалар талай болған. Жасанды қазақ жігіттеріне тән ер мінез көрсеткеніне тән ризалығымызды айтамыз. Қазақ болғаннан кейін тура осындай ер азамат болып жүргенге не жетсін.